Рижалун дейді Алла Тағала. Қараңыздар, еркектер дейді. Қараңыз қандай. Сөйтіп шайнек істеп баратқан еркек дәрет аламын деп еркек. Қараңыз ата қалай. Құран оқып жатқан кезде еркек. 5 уақыт намазда саптамын деп келе еркек. Алланың қасында еркек деген ұғым бар. Дүниеде де адамдар о еркек екенсің дейді ғой мысалы. Сол секілді Құранда да әрбір еркектегі еркек болмайды. Жаңағы қасиеттерін біз жауап бермейінше. Ол қандай? Ол кім еркек болу үшін не істеу керек біз Раббымыз? Құрандағы еркек деген тақырып ұнап кетті ғой бізге. Айтады рижалун ла тулхихим жаңағы тижаратун. Қараңыздаршы, ол ерлер дейді, сондай бір еркектер олар. Оларды алаңдатпайды дейді. Алаңдатпайды. Не нәрсе алаңдатпайды Раббымыз? Тижара, үлкен бизнес. 14 ғасыр бұрын Алла Тағала үлкен бизнес деген нәрсені сөйлеп. Және не алаңдатпайды? Вәлә бейғун, кіші бизнес.